Жапонияда мұғалімдер күні жоқ. Бірде мен жапондық әріптесім Ямамото мұғалімнен сұрадым. Жапонияда мұғалімдер мерекесі қашан болады? Сіздер оны қалай атап өтесіздер? Менің сұрағыма Ямамото таңданып, бізде мұғалімдер мерекесі жоқ. Оның бұл жауабына сенерімді де, сенбесімді де білмедім. Менің санамда экономикасы, ғылымы мен техникасы дамыған ел мұғалімге, оның жұмысына неге мән бермейді деген ой ұшқындады. Сонымен жұмыстан кейін Ямамото мені үйіне қонаққа шақырды. Ол мектептен алыс тұрғандықтан біз метромен жүрдік. Кешкі қарбалас уақытта жерасты пойызының вагондары адамға толып кетті. Отырған адамдарға қарай құлап кетпеу үшін ұстағышты мықтап ұстап, өзіме нық тұрдым. Кенет қасымда отырған ата маған орын берді. Егде жастағы адамның мұндай әрекетін түсінбегендіктен таң қалып, мен оның ұсынысын қабылдай алмайтынымды білдірдім. Бірақ ол айтқанынан қайтпай, мені орнына отырғызды. Метродан шыққаннан кейін Ямамотодан ақсақалдың іс-әрекетін түсіндіріп беруін сұрадым. Ямамото күлімсіреп, мұғалімімнің библиографиясын нұсқады. Ол қария сіздің мұғалім деген белгіңізді көріп, сіздің мәртебеңізге деген құрмет белгісі ретінде өз орнын берді. Ямамото мұғалімнің үйіне алғаш рет бара жатқандықтан құр қол баруға ыңғайсызданып, сыйлық сатып алғаным дұрыс болар деп ойладым. Мен бұл ойымды Ямамотоға жеткіздім. Ол мені қолдады және маған алда мұғалімдерге арналған дүкен бар. Онда сіз жеңілдікпен тауарлар ала аласыз деді. Мен таң қалғанымды жасыра алмай, жеңілдіктер тек мұғалімдерге ғана беріле ме сонда? Деп сұрадым. Ямамото менің сөзімді растай отырып, Жапонияда мұғалім ең құрметті мамандық, ең құрметті адам. Жапондық кәсіпкерлер дүкеніне мұғалім келгенде өте қатты қуанады. Оны өздері үшін үлкен мәртебе деп санайды. Жапонияда болған кезімде мен жапондықтардың мұғалімдерге деген зор құрметін бірнеше мәрте көрдім. Есептегіште олар үшін бөлек орындар бар. Олар үшін бөлек дүкендер ашық. Мұғалімдер кез келген көлік түріне билет алуға кезекке тұрмайды. Жапондық мұғалімдерге жеке мерекенің қажеті жоқ. Өйткені олардың өмірінің әр күні мереке. Осы оқиғаны айта отырып, мен біздің қоғамымыздың осындай деңгейге, мұғалімге деген осындай қарым-қатынасқа өсуін шын жүректен қалаймын. Мұғалімдер осындай жоғары дәрежедегі құрметке лайық. Әр мұғалімнің көкірегінде мақтаныш сезімі оянсын. Мұғалім, сенің алдыңда мен тағзым етемін. Есберген Алауханов парақшасынан алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.